Саламатсыздар ма? Бүгін біз ықтималдықтар теориясының элементтері тарауын бастаймыз. Оқиға және оның түрлері тақырыбын қарастыратын боламыз. Ең алдымен оқиға дегеннің не екенін түсініп алайық. Оқиға деп мағынасы бар, орындалатын немесе орындалмайтын құбылысты айтады. Мысал ретінде, таңертең жаңбыр жауады. Жаңбырдың жаууы да мүмкін, жаумауы да мүмкін. Екінші, 9 сынып оқушылары алгебра пәнін оқиды. 9 сынып оқушылары ол ақиқат, алгебра пәнін оқиды. Шыршада алма өседі. Шыршада алма өседі ме? Бұл мүмкін емес оқиға болып есептелінеді. Одан кейін түрлі тәжірибелер, бақылаулар және өлшемдер нәтижелері оқиға болып табылады. Екінші мысалды қарастырайық. Тиынды лақтырғанда елтаңба жағымен түсуі және тиынды лақтырғанда сан жағымен түсуі. Бұл дегеніміз бір лақтырғанда бізге елтаңба беті түсуі мүмкін, немесе келесі бір лақтырғанда сан жағы түсуі мүмкін. Яғни екі оқиғада кездейсоқ оқиғаға жатады. Екі оқиғада болуы мүмкін. Сынақ немесе тәжірибе дегеніміз қарастырылатын оқиғаның орындалатынын немесе орындалмайтынын білдіретін шарттар жиыны. Шарттар жиыны көп рет қайталанған кезде тәжірибелер жиынтығы деп аталады. Оқиғаны белгілеу үшін А, В, С тағы да басқа әріптері қолданылады. Оқиғалар ақиқат оқиға, кездейсоқ оқиға және мүмкін емес оқиға деп бөлінеді. Ақиқат оқиғаға тоқталатын болсақ, тәжірибе барысында міндетті түрде орындалатын оқиға ақиқат оқиға. Ал кездейсоқ оқиға дегеніміз тәжірибе барысында орындалатын немесе орындалмайтын оқиға кездейсоқ оқиғаға жатады. Жоғары жағында біз көрсеткен таңертең жаңбыр жауады деген оқиғаны кездейсоқ оқиғаға жатқызаламыз. Себебі жаңбыр жаууы да мүмкін, жаумауы да мүмкін. Одан кейін мүмкін емес оқиға тәжірибе барысында, яғни берілген жағдайда орындалмайтын оқиға мүмкін емес оқиға деп аталынады. Мәселен, шыршада алманың өсіп тұруы. Біз білеміз, шыршада алма өспейтінін. Демек, ол мүмкін емес оқиғаға жатады екен. Ары қарай кездейсоқ оқиғалардың мысалына тоқталайық. Бірінші, тиынды лақтыру барысында оның бір жағдайларда елтаңба жағымен түсуі, кейбір жағдайларда елтаңба жағымен түспеуі. Бұл кездейсоқ оқиғаға жатады. Яғни екі жағдайда болуы мүмкін деген сөз. Екінші, орындалуы ауа райымен байланысты таңертең жаңбыр жауады. Оқиғасы бір жағдайларда орындалады, кейбір жағдайларда орындалмайды. Яғни екі оқиғада болуы мүмкін деген сөз. Ақиқат оқиғалардың мысалы, 9 сынып оқушылары алгебра пәнін оқиды. Бізде бәрімізге белгілі 9 сынып оқушылары алгебра пәнін оқитыны. Күзден кейін қыс түседі. Ол да ақиқат оқиға, себебі ол қайталанатын құбылыс және болатын құбылыс. Мүмкін емес оқиғаның мысалына мына оқиғаларды жатқызуымызға болады. 5 теңге жазуы бар тиынды лақтырғанда тиын 2 теңге жазуы бар жағымен түседі. Ол мүмкін емес. 5 теңгемен лақтырсақ, 5 теңгесі бар жазуымен лақтырсақ, ол жерге түсем дегенше өзгеріп кетпейді, Ол сол 5 теңге күйінде қалады. Демек, шындыққа жанаспайтын оқиғаларды біз мүмкін емес оқиға деп атаймыз. Маусым айынан кейін қаңтар айы келеді дейді. Маусым айынан кейін біз қаңтар айының келмейтінін білеміз. Бұл да мүмкін емес оқиғаларға жатады. Тәжірибе нәтижесінде түрлі кездейсоқ оқиғалар болуы мүмкін. Ойын сүйегі лақтырған кезде 4 саны түсті. Кездейсоқ оқиғасы элементар оқиға болады. Себебі оны бірнеше оқиғаға бөлуге болмайды. Яғни бірнеше жай оқиғаларға бөлуге болмайтын оқиғаны элементар оқиға дейміз. Күтілетін оқиғаны беретін тәжірибе нәтижесі
қолайлы нәтиже деп атайды. Демек, ойын оқиғасы элементар оқиға болмайды, сондықтан оны бірнеше оқиғаға бөлуге болады. Яғни, ойын сүйегін лақтырған кезде 1 ұпай түсті. Ойын сүйегін лақтырған кезде 3 ұпай түсті. Ойын сүйегін лақтырған кезде 5 ұпай түсті оқиғаларына бөлуге болады. Енді тағы бір мысал келтірейік. Сыныпта 25 оқушы бар. Олардың 17-сі ер бала. А оқиғасы. Жаңа біз жоғары жақта айтып өттік, оқиғаларды А, В, С деп әріптермен белгілеуге болады деп. Енді кездейсоқ таңдап алынған оқушы ер бала болсын. Онда А оқиғасының қолайлы нәтижесі 17-ге тең. Егер қандай да бір жиыннан оның бір элементі таңдалатын және басқа элементімен салыстырғанда бірдей қарастырылатын болса, онда жиынның әрбір элементіне бірдей мүмкіндік туады. Тең мүмкіндік принципі бұл дегеніміз. Мұндай оқиғалар тең мүмкіндікті оқиғалар деп аталады. Қазір 30-да бірінші есептен бастап қарастырайық. 30-да бірде бізге былай дейді: 9-шы сынып оқушылары арасынан кездейсоқ таңдап алынған оқушы. Бірінші ер бала, екінші жасы 14-ге тең, үшінші жасы 14 айға тең, төртінші 5 жастан үлкен оқиғасы қандай оқиға болады? Яғни біз оқиғаны ажыратып жазуымыз керек. Мүмкін емес, ақиқат немесе кездейсоқ оқиға. Бірінші оқиғамыз бізде ер бала, яғни 9-шы сынып оқушыларының арасында ер бала да шығуы мүмкін, таңдап алынған, немесе оның арасында қыз бала да шығуы мүмкін. Сондықтан бірінші оқиғаны біз кездейсоқ оқиға деп аламыз. Ал екіншісін қарастырайық. Екіншісінде жасы 14-ке тең дейді. Енді 9-шы сынып оқушыларына 14 жаста немесе 15 жаста болуы мүмкін. Сондықтан біздің таңдап алынған оқушымыз 14 жаста да болуы мүмкін, немесе одан кіші, немесе үлкен жаста да болуы мүмкін. Сондықтан екінші оқиғамыз да біздің кездейсоқ оқиға болады. Кездейсоқ оқиға болады. Ары қарай жасы 14 айға тең. Енді жасы 14 айға тең оқушы бізде 9-шы сынып оқи алмайды. Жасы 14-ке тең болса, онда ол мүмкін. Ал 14 айға тең оқушы бізде 9-шы сынып оқи алмайды. Сондықтан үшіншіге жауабымыз біздің мүмкін емес. Төртінші оқиғаны қарайық. Төртінші 5 жастан үлкен оқиғасы. Яғни 9-шы сынып оқушылары барлығы 5 жастан үлкен болады. 5 жастан кіші оқушы бізде 9-шы сынып оқи алмайды. Сондықтан бұл оқиға ақиқат деп аталады. Ары қарай 30-да екінші есеп. Бүгін қалада дейді барометр қалыпты атмосфералық қысымды көрсетіп тұр. Бірінші шәйнектегі су температурасы 70 градус температурасында қайнайды дейді. Екінші температура -9 градусқа төмендегенде шалшықтағы су қатты. Оқиғасы қандай оқиға болады дейді. Енді бірінші оқиғасын жазып алайық. Бірінші оқиғасы бізде шәйнектегі су Т тең 70 градус температурасында қайнайды дейді. Бізге белгілі, біз бұған дейін білеміз, су 100 градус температурада қайнайтын, ал 70 градус температурада су қайнамайды. Сондықтан бұл оқиға бізге мүмкін емес. Оқиға деп атаймыз. Ал екіншісін қарайық. -9 градусқа төмендегенде шалшықтағы су қатты. Бұл ақиқат. Себебі 0-ден төмен
градустарда бізде білеміз суық болады, салқын түседі және де мұз қатады, иә. Сондықтан бұл ақиқат оқиға. Келесі есеп бізде 30-да 3-ші есеп. 30-да 3-ші есепте былай дейді бізге. Үшбұрыштың қабырғаларының ұзындықтары өлшенді. Сонда әр қабырғасының ұзындықтары қалған екі қабырғасының ұзындықтарының қосындысының мәнінен кем болып шықты. Оқиғасы қандай оқиға мүмкін емес, ақиқат кездейсоқ болады дейді. Бұл бізде ақиқат оқиға болады. Себебі біз бұған дейін өткен сабақтарымызда, 7-ші сыныптарда, үшбұрыштарды өткен кезде біз мынадай негізгі болатын жағдаяттарды қарастырғанбыз. Яғни, үшбұрыштардың мәселен белгілеп алайық. А, В, С деп. Осы үшбұрыштардың бір қабырғасын қарастырған кезде, мәселен, асы қабырғасын қарастырайық. Асы қабырғасын тапқан кезде, ол асы қабырғасы мына екі қабырғасының қосындысынан кіші болу керек. Яғни АВ қосылған ВС. Тағы да АВ қабырғасын қарастырайық. АВ қабырғасы бізде кіші болады ВС қабырғасы қосылған асы қабырғасынан. Сол сияқты ВС қабырғасы кіші болады АВ қабырғасы қосылған АС қабырғасы. Егер бұл теңдік орындалмайтын болса, бізде үшбұрыш сызылмайтынын біз білеміз. Келесі есебіміз біздің 30-да 4. 30-да 4-ші есебімізде мынадай 4 оқиғаны беріп қойыпты. Екі ойын сүйегін лақтырғанда, біріншісінде 2 цифры, екіншісінде 5 цифры түсті. Екі ойын сүйегінде түскен ұпайлар санының қосындысы 1-ге тең. Екі ойын сүйегі түскен ұпайлар санының қосындысы 13-ке тең. Екі ойын сүйегінде түскен ұпайлар санының қосындысы 14-тен кем. Енді осы оқиғалардың мүмкін емес, ақиқат немесе кездейсоқ екенін анықтауымыз керек. Біз білеміз, ойын сүйегінде 6 түрлі сан бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді осы біріншісі біздің оқиғада 2 немесе 5 цифры түсуі мүмкін, яғни ол кездейсоқ оқиға жатады. Ал екінші оқиғаны қарайық. Екі ойын сүйегінде түскен ұпайлар санының қосындысы 1-ге тең. Бұл мүмкін емес оқиға. Себебі ең мына жоғарыда көрсетілген 6 санның ішінде 2 сүйек лақтырылған болса, оның әрқайсының кіші сандары екеуінде 1, онда 1-ге 1-ді қоссақ, бізде 2, Сондықтан ол неге келмейді? 1-ге келмейді. Сондықтан бұл оқиға мүмкін емес болады. Үшінші оқиғаны қарастырайық. Екі ойын сүйегінде түскен ұпайлар санының қосындысы 13-ке тең. Енді мына сандардың ішінде ең үлкен 6, екі сүйектің де 6 санын қарастырған кезде 6 қосылған 6, 12. Демек, екі ойын сүйегінде түскен ұпайлар санының қосындысы 13-ке тең болмайды. Сондықтан бұл мүмкін емес оқиға болады. Төртінші жағдаятты қарастырсақ, екі ойын сүйегінде түскен ұпайлар санының қосындысы 14. 12 бұл 14-тен кіші болғандықтан, бұл ақиқат оқиғаға жатады, мүмкін.
Себебі біздің сүйектастардың ең үлкен сандарының қосындысы 12 тең, ол 12 14-тен кіші. Біз бұны ақиқат оқиғаға жатқызамыз. 30-да 5-ші есеп. 30-да 5-ші есепте бізде айтады: қазақ тілі оқулығының кездейсоқ бір беті ашылады және сол жақ бетінде екінші сөз алынады. Алынған сөз бірінші. Ың әріп, немесе ың әрпі. Немесе екіншісінде твердый знак әрпімен басталады. Оқиғасы қандай оқиғаға жатады? Бізде бірінші оқиға бұл ақиқат, кездейсоқ болады. Бізде әрпімен басталуы мүмкін. Ал екіншісінде бізде твердый знак жаңағы әрпімен бізде ешқандай оқиға бізде ешқандай жаңа сөз басталмайды. Сондықтан бұл мүмкін емес оқиғаға жатады.